Маған бүгін бір мынандай сұрақ келіпті. Мен бақытсызбын дейді. Мен бақытты болғым келеді дейді. Мен күлдім. Сен деймін да, өзіңе өзің бақытты қимасаң, саған кім бақыт әкеліп береді? Неге десең, өйткені сен өз аузыңнан айтып тұрсың, мен бақытсызбын деп. Сен бақытсызбын дегеннен кейін, әрине сен бақытсыз боласың. Сен сол қалап тұрсың ғой. Сен соған сеніп тұрсың. Сол өміріңде бақытсыздық болып жатыр. Вот, көрдіңіз ба? Көп адамдар өзінің ойымен аузынан шыққан сөзіне есеп бере алмайды. Мен айтамын бұл кісіге, сізде бірақ тетік деймін да, сіз егер мен бақытсызбын, бақытсыз күн кешіп жүрмін дегеннің орнына бақыттымын, менде бәрі керемет деген нәрсені қиғаныңда өзіңе, сенің өмірің мүлде басқаша болар еді. Сенің алдыңнан кездесіп жатқан сәттер, мүмкіндіктер, эмоциялар, адамдардың сізге деген көзқарасы мүлде басқаша болар еді. Көрдіңіз ба? Көп адамдардың кемшілігі мынада. Бақыт аспаннан жауады деп ойлайды, или бақытты бір жерде тұрады, сол жерден барып алам деп ойлайды. Жоқ. Бақыт ол сенсің. Бақыт ол сенің әр секундың, минутың. Неге дейсің ба? Өйткені сен сезінсең, бақыттысың, бақытты тартасың. Ал егер сезіне алмасаң, ол еш жерде жасырынып тұрған жоқ. Ол аспаннан жаумайды. Ол белгілі бір жерде мен бақыттымын, маған кел деп өлшеп алатын өлшеммен өлшенбейді. Көрдіңіз ба? Сіздің әрбір сезінген сезіміңіз, бақыттымын деп сезінсеңіз, бақытты боласыз. Бақытсызбын деп сезінсеңіз, бақытсыздық тартасыз. Мәселе осы да. Көп адамдар осыны дұрыс түсінбей жатады. Ойыңызды өзгертіңіз да, өзіңізге өзіңіз бақытты сыйлап үйреніңіз. Қуанышты сыйлап үйреніңіз. Қиыңыз өзіңізді бақытты қылуға.